Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығатын, құрамына жұмыртқа қосылмайтын, өте керемет, оңай, дәмді печеньелердің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен бізге құрғақ сүзбе қажет. Менде үй сүзбесі, оған жылы бөлме температурасындағы сары майды қосып, екеуін осылай шанышқымен жақсылап араластырып аламын. Үстінен басып шықсаңыздар, екеуі жақсы бір-бірімен араласады. Одан соң қантты салып, барлығын тағы да араластырып шығамыз. Блендермен езулеріңізге де болады. Егер блендер болмаса, мен сияқты шанышқымен жасай берсеңіздер де болады. Одан соң електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, қосып, шанышқымен араластырамыз. Араластыру қиындаған кезде шанышқыны тазалап, қолымызбен қамыр илеуге кірісеміз. Бұл печеньеға қантты қоспай қойсаңыздар да болады. Бірақ менің үйдегілерім тәттімен шай ішкенді жақсы көреді, сол себептен мен қантты қостым. Міне осылай дөңгелек бір тұтас қамыр шықты. Кішкене ұнымызды сеуіп, оқтауменен қамырды жая бастаймыз. Қамыр қатты жұқа немесе қатты қалың болмауы керек, орташа болғаны жақсы. Қамыр өте жұмсақ, нәзік болып иленгендіктен онымен жұмыс жасау өте оңай. Оқтаумен жайған кезде оның қалыңдығы шамамен осындай 1-2-3 мм құрайды. Шектерін әдемілігі үшін мен осылай кесіп аламын. Егер сіздерге ол ұнамаса, ыңғайсыз болса, онда кеспей-ақ бірден печеньелерді жасай берсеңіздер болады. Кесілген қамырды мен тағы да жинап, оны артынан оқтаумен жайып, тағы да печеньелер жасайтын боламын. Міне біз тағы да қантты салып жатырмыз. Осылай қантты қасықпенен печеньенің үстіне салып, қамырды осындай рулет тәріздес етіп, жинап ораймыз. Ақырындап қолдарымызбен біркелкі етіп, бір жері қалың, бір жері жұқа болмас үшін бірдей қылдырып илеп орап аламыз. Одан соң осылай ортасын пышақпенен кесеміз. Себебі печеньелеріміз өте қалың, үлкен болып кетпеу үшін оны мен екіге бөліп аламын. Екіншісінде дәл біріншісі сияқты қолымызбенен рулетке келтіріп, тағы да барлығын біркелкі етіп орап аламын. Форманы пергамент қағазын төсеп дайындап аламын. Содан соң печеньелерді осылай кесіп шығамын. Мен әдемілігі үшін осындай пышақпен кесіп жатырмын. Егер сіздерде бұндай пышақ болмаса, қарапайым пышақпен де кесе берсеңіздер болады. Міне осылай өте әдемі қылдырып кесіп, формамызға салып аламыз. Екіншісінде дәл біріншісі сияқты кесіп шығамыз. Сіздер печеньені өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты мөлшерін үлкен, кіші, орташа, сопақ немесе ұзынша етіп кессеңіздер де болады. Жаңағы артық кесілген қамырдың бөліктерін мен орап, осылай печенье қалпына келтіріп алдым. Оны да осылай кесіп, формамызға салып шығамыз. Печеньелер дайын, оны алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 160-180 градус аралығында 7-10 минуттай пісіріп аламыз. Пешті міндетті түрде қыздырып алу керек. Оның піскендігін беті қызарып қоңырлана бастаған кезде білуге болады, және сол уақытта оны пештен шығарамыз. Печеньелер толықтай піскен, өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Ортасы да толықтай піскен. Бұл печеньелерді салқындатпай бірден жылы күйінде жеулеріңізге кеңес беремін. Сол кезде ол өте дәмді болып тұрады. Міне біздің өте оңай, жеңіл дайындалатын печеньелеріміз дайын. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Сіздермен бірге болған күнім, астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.